Миллионер Қытай жігітіне тұрмысқа шыққан арудың оқиғасы. Бірінші бөлім. Осы уақытқа дейінгі әйел тағдырын жазып жүрген тәжірибемде мұндай оқиғаны өзім алғаш рет естіп отырмын. Әрине, мен қазақ қыздарының өзге ұлт өкілдеріне тұрмысқа шығуын мүлде құптамаймын. Бірақ неге біздің қазақтың қаракөз қыздары өзге ұлттың жігіттеріне таңдау жасап, етегінен ұстап кете барады? Жатырын улап өзге ұлттың ұрпағын дүниеге әкеледі. Кейінгі кездері өте өзекті тақырыпқа айналған осындай жағдайлар мені қатты алаңдатады. Алдамшы армандар әңгімесінің кейіпкері Қытай жігітіне тұрмысқа шығып, одан бір ұл мен бір қыз баланы дүниеге әкеліпті. Бұл арудың Қытай жігітіне тұрмысқа шығуына қандай себеп? Махаббат па? Әлде қаржылық жағдай итермеледі ме? Қытай ұлтының болмысын, тілін, тұрмыс тіршілігін мүлде түсінбейтін қазақтың қаракөз қызы неліктен мұндай қадамға барып тұрмысқа шықты? Ғылымға сүйенсек, 80-ші жылдардың басынан күні кешеге дейін Қытайдың ханзуларға бір бала, ал ауылды жерлерде 2-3 бала тууға ғана рұқсат беретіндігі туралы заңы бар. Ал кез келген қытайлық азамат, болмаса азаматша, басқа ұлтпен бас қосса, үкімет тарапынан үлкен қолдауға ие болады екен. Бұл туралы Қытай елінде ұстаздық етіп, өз отанына оралған ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы айтып отыр. Жұмыртқаны тасқа ұрсаңыз да, жұмыртқа сынады. Таспен ұрсаңыз да жұмыртқа сынады. Сондықтан Қытай үшін Қытай жігітінен туған бала да Қытай болады. Қызынан туған бала да Қытай болады. Әкесі немесе шешесі Қытай болса, Қытай туады. Сондай-ақ бұл мәселеге басқалар айтып жүргендей бей-жай қарауға болмайды. Өйткені өзге ұлтқа тұрмысқа шығуды өлім деп санайтын Қытайдағы қазақ қыздарының кейбірі де Қытайға қалыңдық болып жатқанына алаңдаулы. Қытайда жұмыс жасап отырған қазақтарды ала бастапты және Қытайдағы қазақтарға қыздарын бере бастапты. Себебі олар осы тәсілді қолдану арқылы адам санын көбейту керек. Олар жоспарлы тууды да биыл алып тастапты. Бұл енді өте қауіпті, дейді Дәулетбек Байтұрсын. Егер Қазақстан мен Қытай шекарасы ашылатын болса, қазіргі Қытай халық статистикасына сүйенсек, 50 миллион бойдақ жігіт бар екен. Дәл қазіргі таңда жан-жағымыздан жеріміз бен байлығымызға қаумалап, көз сүзіп отырғандарға бұл өте керемет тәсіл. Қазақ қыздарына үйленіп, еліміздің азаматтығын алып, осында тамырын тереңнен жаю, ол соғыссыз-ақ елімізді жаулап алу деген сөз. Осы себепті Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, әйелдің басындағы сасық тұман айықпай, халыққа адамшылдықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал қазақ, мешел болып қалам демесен, тағылымыңды, бесігіңді түзе. Оны түзеймін десен, әйелдің халін түзе, дейді. Әйел бақытты болса, балалар да бақытты. Отбасында мейірім мен махаббатқа қанып өскен бала жылу мен махаббатты басқа жақтан іздемейді. Кейіпкерімнің жағдайында өзге ұлтқа тұрмысқа шығуыма алдымен 4 жасымда тастап кеткен анам, сосын ата-апам, анамның бауырлары, кейінгі ересек өмірге қадам басқан ортадағы қоғам кінәлі дейді. Осы себепті баланың тағдырына бейжай қарамайықшы. Ата-аналық міндетімізге, парызымызға жауапкершілікпен қарасақ екен. Бірінші бөлім. Мен 1997 жылы туылған қазақтың қарапайым қаракөз қызымын. Әкем, мен 2 жасқа толар-толмас уақытта Алладан әмір келіп қайтыс болған екен. Мен 4 жастан енді асқанымда анам мені әкемнің ағасының үйіне апарып тастады. Себебі тұрмысқа шықпақ болып, мені өз бақытына кедергі болмасын деп, артына қарайламастан тастап кете барды. Сол кездегі картинка әлі күнге дейін көз алдымнан кеткен емес. Мен анамның артынан қолымды созып, шақырып жылағаныма қарайламай, өзге еркектің құшағында кете барды. Сол күні бала жүрегім қатты ауырды. Анам сол сәтте өзі ғана кетпей, менің балалық шағымды да өзімен бірге ала кетті. Амал жоқ. Мен жылап-сықтап қала бердім. Ол үйде атам, апам, көкем, жеңгем, әпкем бола тұра, олардың ешқайсысы келіп менің көзімнің жасын сүртіп, бауырларына басып жұбатпады. Сол күннен бастап тірі жетімнің тақсіретін тарта бастадым. Әйтеуір ішетін тамағым мен
жататын жерім бар ғой, ата-апам мені өлтірмес, деп сол үйде қалып өсіп жаттым. Сол кездері көршінің мен қатарлы кішкентай қыздары қуыршақтарын сәндеп ойнап, мәз болып жүргендерінде мен екі көзім төрт болып анамның жолын тосып отыратын едім. Көкек анамды күтумен күндер, айлар, жылдар өтіп жатты. Мен бойжеткен сайын маған ол үйде тұру өте қиын бола бастады. Апам менен тамақты қызғанып ұрса беретін. Сол кездері бала болып тәтті кәмпит те жеп көрмеппін. Әйтеуір арасында үйге қонақ келгенде ұрланып алып, тығылып отырып жеп алатынмын. Ал атам болса, ол да маған еш себепсіз ұрса беретін. Тіпті нұқып, басымнан ұрып жіберетін кездері де болатын. Көкем мен жеңгем де маған жанашырлық танытпайтын. Бар жақсыны өз қыздарының аузына тосып, мені бала кезімнен сол үйдің бар тіршілігіне салып қоятын. Ал әпкем болса, маған қарсы сөйлеме, бөлмеме кірме, киім мен заттарыма тиіспе, деп нақақтан нақақ жала жауып, тіпті мені тұншықтыра қылқындырып өлтіріп қоя жаздаған кездері де болған еді. Әйтеуір кеудемде жаным бар, жетім жүрегім бір күні анам келіп алып кететін шығар деген үмітпен жүре бердім. Осылай жүріп мектеп жасына жеткенімде апам елден ұялғаннан үстіме бір сыпыра киім әперіп мектепке жіберді. Сөйтіп бастауыш сыныбында оқып жүрдім. Сабақтан келе сала үйдің бүкіл жұмысын жасайтынмын. 5-ші сыныптан бастап жеңгем тамақ жасап, сиыр саууды ұрсып жүріп үйретті. Кішкентай кезімнен үй шаруасына бейімделе бастадым. Сонда таңертең ерте мал қораға сиыр саууға барып, бұзауын босатып, емізуге әкеле жатқанымнан ақ, анасы мөңіреп, бұзауын емірене жалап, иіскеп жататын. Соған қарап тұрып, мал екеш мал да баласын қандай мейіріммен жақсы көреді. Ал менің анам осы сиыр құрылы болмады ма? Мені қалайша бұлай тастап кетті екен? Деп ауыр ойларға берілетінмін. Өйткені анам сол кеткеннен мол кетті. Одан ешқандай хабар-ошар болмады. Мені сол тастап кеткеннен кейін бір рет болсын іздеп келмеді. Үйдегілер жекіріп ұрысқан кездері анамның аяғы алақанын, омырауының иісін сағынып, малқора жақта шөптің ішіне кіріп алып, көздерімнен жас моншақтай ағып, қыстығып жылайтынмын. Бірақ қанша күтіп жылағаныммен анам мені алып кетуге келмеді. Кішкентай кезімнен ақ, әппақ, өте сүйкімді қыз болып бойжете бастадым. Сыныптағы қыздар менімен құрбы болғылары келіп, ал ұлдар болса менің қасыма отырғысы келетін. Ал мен болсам бір ересек адамша ертеңгі күнімді, алдағы болашағымды ойлап, қамығып, ауыр ойларға берілетінмін. Бала жүрегім ерте сейіп кеткендей еді. Аумалы төкпелі кезеңге келе бастағанда мінезім мүлде тұйықталып кетті. Ешкіммен сөйлеспейтінмін. Сырымды да ашып айтпайтынмын. Сыныптастарымның барлығы сабақтан кейін үйлеріне асықса, мен керісінше үйге қайтқым келмейтін. Сыныптағы қыздар әдемі киініп жүргендерінде мен көбінесе үстіме үйлеспесе де әпкемнен қалған киімдерді ескі құсқыны місе тұтып киіп жүретінмін. Сол кездері бала жүрегім жаратқанға сенетін. Тәңірімнен жақсылық тілеп, анамның келіп мені алып кетуін сұрайтынмын. Осылай жүргенімде бір күні үйге әкемнің бала кезінен бірге өскен досы келді. Мені көре салып, жанына шақырып алып, көңілі босап, бауырына басып, бетімнен сүйіп, марқұм әкең көзі тірі болса, сендей әдемі ақылды қызының барын мақтан тұтатын еді, деп көзіне жас алып жылап қалды. Сонан кейін ата-апаммен отырып шай ішіп, әкемді еске алып, біраз уақыт әңгімелесіп отырды. Сөйтіп, әлден уақытта үйдегілермен қоштасып шығып бара жатып, ешкімге көрсетпей, менің қалтама ақша салып қойды да, мына ақшаны қазірше ешкімге көрсетпей бір жерге тығып қой. Кейін өскенде бір қажетіне жаратарсың, деп бетімнен сүйіп кетіп қалды. Ол кісі кеткен соң, мен мал қора жаққа барып, қалтамнан әлгі ақшаны алып санасам, 20 000 теңге екен. Мұны көріп қатты қуанып кеттім. Сөйттім де жан-жағыма қарап,
апамдар көріп қоймасын деп қайта қалтама ақшаны салып қойдым. Ол уақытта теңгенің құны бар кезде 20 мың теңге деген біраз ақша еді. Сөйтіп өмірімде тиын тұрмақ мұндай ақшаны ұстап көрмеген мен дереу дүкенге қарай құстай ұштым. Дүкенге келіп, бала күнімде арман болған балмұздақ, шоколад, сағыз сатып алдым. Сөйтіп қалған ақшаны қайтадан қалтама салып қойдым. Үйге келіп түпкі бөлмеге кіріп алған заттарымды тығылып жеп отырған жерімнен апам кіріп қалып көріп қойды. Сөйтіп, балмұздақты қайдан алдың? Оны сатып алуға кім ақша берді? Деп төбемнен төніп келді. Мен әкемнің досы жаңағы Аянаға берді. Қалған тиынымды сізге берем деп қалтама салып қойдым. Деп қалтамнан қалған ақшамды алып апама бердім. Ақшаны бергенім сол еді. Күтпеген жерден апам тоқтаусыз ұра жөнелді. Қолымен ұрғаны аздай ас үйден оқтау әкеліп сабап тастады. Денемнің барлығы құрысып, іші бауырым езіліп, аузы мұрным қанталап кетті. Сол кезде үйде атам бар болатын. Ол кісі осының барлығын көре тұра апама қой деп бір ауыз сөз айтпады. Маған араша түспеді. Жалғасы бар.